Байлар да жылайды. 16 бөлім. Енді қайттым. Алла маған шынымен де бір перзент бермейді ме? Мүмкін кінә менен емес шығар. Өйткені бәйбіше бір сөзінде ана болу құқығынан осыдан 15 жыл бұрын айырылдым демеп пе еді? Әлде мен жаңсық естіттім бе? Мүмкін мына сәкеңнен де бар шығар. Ондай да сұмдықты естігенмін. Өлі ұрық дейме, әйтеуір миым жетпейді. Қысқасы, еркек кінәлі келетін бір ауру бар. Ал өзінен сұрайын десем, 3 күннен бері мең-зең күйде жүрген бұл сорлы ерте жатып қалған. Енді анау 2 тажалға не деймін? Қысқасы, басым қатып кетті. Содан ертесі күні кешке 2 қызға өзім қоңырау соқтым. Тағы да түсік тастадым. Енді не істеймін деп жылап жібердім. Төбелерінен жай түскендей болды. Бастарын ұстап аңырап қалды. Алладан келсе амал қанша. Денсаулығың жоқ екен ғой. Саған енді жақсылап қаралу керек. Емделіп көр дейді. Қысқасы, көңілдері құлазыған қыздармен көп сөйлеспедім. Кіші қыз жылап қала берді. Үлкен қыз орнынан тұрып басқа бөлмеге кетті. Әрі қарай отыра бергеннен пайда жоқ. Бейне байланыс үзілді. Ал мына күйеусімақ басын ұстап жанымда отыр. Арағын қойғаны болмаса, оң жаққа өзгеріп кеткен түгі жоқ мұның. Бұған не дейін? Соңғы кездері бұл сорлыда өз борышын ойымдағыдай өтеп жүрген. Мен де өзімді әйел сияқты сезіне бастағанмын. Бірақ бала болмайды емес қой, болады. Болғанмен көпке бармайды. Әрі кетсе 3 ай, сонан соң түсіп қалады. Негізі мына айтып отырғаным бұл 3-ші түсік. Мен міне 1 жылға жетпей 3-ші рет түсік тастап отырмын. Алла, кімнен қарғыс салдым, кімге жамандық жасадым, кімнің ала жібін аттап өттім, білмеймін. Мен осындай жазамды алдым. Өйткені наурызда келген кіші қыз жетектеп алып Мәскеуге ұшты. Сонда барып бәйбішемен оқыған мықты бір докторға көрсетті. 3 күн жүріп барлық тексеруден өткенде шыққан үкім үмітімді түбегейлі үзді. Өйткені мұндай әйелдерде бір ғана мүмкіндік болады екен. Сен ол мүмкіндікті жіберіп алғансың дейді. Ендігі жолы эко немесе жасанды вакуум дейді. Ал жатырға бала бітіп оның жетілуі мүмкін емес дейді. Ол миллионнан бірге бұйыратын бақ. Енді Алланың ғана қолында дейді. Қысқасы, құлазыған көңіліммен жарымжан болып қайтып келдім. Ендігі шешімді тек сәкең айтады. Сәкең де емес, мына 2 қыз айтады. Осылардың бұйрығын күткеннен басқа амал жоқ. Осылайша тағы да 4 ай жүрдім. Жүргенде де жай жүрмей, үлкен қызды күтіп тозақта жүрдім. Ештеңеге қолым бармады. Жұмыс жайына қалды. Үлкен үйден күй кетті. Сәкең де қатты жүдеп кетті. Сөйтіп жүргенде қабағына қар қатқан үлкен қыз жетті. Әй шайға қарамай қатты кетті. Мамам саған айтты емес пе? Осындай боларын ескертті ғой дейді. Не айтайын, бетімді басып жылап отыра бердім. Енді ол әкесіне шүйлікті. Әкесі не десін? Ол да үнсіз қалды. Ал бізден жауап болмаған соң үлкен қыз шешімді өзі қабылдады. Тағы да 1 жыл уақыттарыңыз бар. Қаралып, емделіп көріңіздер, күтейік деді. Онан соң әкесіне қарай жеке шапты. Мамамның арманы емес пе? Жасыңыз болса кетіп барады. Енді өзіңізді ойлағаныңыз жөн. Бізді білесіз, біз қайтып келмейміз. Егер де өзіңіз шешім таппасаңыз, біз сізді шетелге алып кетеміз. Ал шетелде жасы келген жеке бастыларға жұмақ жоқ. Ол жер жастардікі, папа. Жастайынан барғандар ғана өзін жайлы сезінеді. Ал кәрілер қор болады. Сол үшін жақсылап ойланыңыз. Тым болмаса 1 перзент сүюіңіз керек. Мейлі ол қыз болсын, мейлі ұл болсын. 1 ғана бала, 1 ғана деп айтып салды. Мына сөзге еңкілдеп алып сәкең кетті. Жер тесіп шұқылап мен қалдым.
Арадан көп өтпей үлкен қыз кетті. Қарайласын, сіздерге көмектессін деп кіші қызды қалдырып кетті. Онымен де түк шықпады. Осылайша армандап жүріп 6 ай тағы өтті. Құрсақ құрғырын көтеріле қоймады. Енді бұлданып алған кіші қыз бұл да кетті. Әкесіне өкпелі үлкен қыз тіпті хабарсыз кетті. Қысқасы Сәкең от пен судың арасында қалды. Менің де жағдайым мәз болмады. Өкініштен өртене жаздадым. Өйткені 7 ай ұл баланы құрсағымда көтеріп жүріп айырылып қалдым. Негізі солай боларын маған ескертті. Ескерткеннен не пайда? Ол кезде менен ес кетті. Осылайша жыл толды. Сөйтіп жүргенде ұрда-жық боп хабарсыз кеткен үлкен қыз келді. Енді маған да Сәкеңе де кешірім жоқ. Оның бұйрығы бойынша әкесі бір шешім қабылдауы керек еді. Ал менің күдерім үзілгелі қашан. Сондықтан да жылап отырып жауабын бердім. Өйткені түсінемін, жас емес 44-ке келді. Содан қызы екеуі ауылдан анамды алдырды. Алдына ас қойып менің де жауабымды берді. Ақымақ басым-ай, қараңдаршы, қаланың қақ ортасында қымбат үйді атыма жазып берді. Су жаңа көлігімнің кілтін қолыма ұстатты. Қысқасы қинала қимай шығарып салды. Осылайша байлық қуған 2 жылым өте шығып, жүзі қара боп ауылға келдім. Алайда мен ауылда көп жүрмедім. Ай жүріп айналам тыншығанда Астанаға қайта кеттім. Содан жасымнан арман болған Асылбекпен табыстым. Сөзіміз жарасып жатты. Жұмысқа тұрып бәрі де мен ойлағандай бола бастады. Бірақ мына қымбат үйде әрі қарай тұру мүмкін болмады. Өйткені ай сайынғы төлеміне ақшамыз жетпеді. Мен жалақы алғаныммен Асылбекте белгілі бір жұмыс болмады. Анда-мында барып, кейде ақшасын алса, кейде ала алмай көп жүгірді. Соңында ақылдаса отырып бұл үйді сатуды ұйғардық. Қазақстанды Қағазстан дейтіндей бар екен. Сыйға берілген құжаттары мені көп қинады. Өйткені бұл үйді сату үшін Асылбектің атына өткізуім керек екен. Сонда ғана сататын құқымыз болады екен. Басқа жолы жоқ дейді. Заң солай екен. Ал ай сайынғы төлем күн санап өсе берді. Осылайша 6 ай жүгіріп әрең дегенде өткен бағасына сатып жібердік. Ал $24,000 қалтаға басқан Асылбек өзгеріп сала берді. Сенде көлік бар ғой, маған да көлік керек дейді. Жоқ дей алмадым. Көлігін әпердім. Онан сіңлімнің оқуы келді. Оны төледім. Ауылдағы тозығы жеткен үйге күрделі жөндеу қажет еді. Оны жөндедім. Соңында әуіп-бүрімдеп жүріп бір бөлмелі пәтер алдым. Ал менде бала болмайтынын білген Асылбектің кикілжіңі көбейді. Сонан соң жыл жүрмей ода қарасын батырды. Осылайша менің басымнан өткен 3 жыл есімде ғана қалды. Ал алып қаланың атақты байларының бірі болсам деген арманым басымнан бұлбұл ұшты. Міне оған да бір мүшел толып өтіпті. Бүгін сол өткен өмірімнің бәрі есіме түсті. Өйткені бүгін Сәкеңмен тұрған үлкен үйдің алдынан өттім. Маңдайшасында үй сатылады деген тақтайша тұр. Тұла бойым мұз ұстап сала берді. Іштей ғана күбірлеп бақыт тіледім. Үйіңде ұл, құшағыңда гүл болсын Сәке дедім. Сонан соң көз жасымды сүртіп тастап, әрі қарай жүре бердім. Соңы